Алихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан 1866 жылы 5 наурызда Қарқаралы уезі Семей облысы 7 ауылында, қазіргі Жезқазған облысы Ақтоғай ауданына қарасты Қаратал ауылында дүниеге келген. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының қоғам және мемлекет қайраткерлері қатарындағы аса ерекше тұлға. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт-азаттық және алаш жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы. Ата-тегі Шыңғысханның үлкен ұлы жошыдан тарайтын төре тұқымы. Арғы атасы атақты сұлтан Барақ. Қазақтың соңғы хандарының бірі Бөкей, осы сұлтан Барақтың баласы. Бөкейден Батыр, одан Мырзатай, одан Алиханның әкесі Нұрмұхамед. Алиханды әкесі 9 жасында Қарқаралыға апарып, жергілікті молданың қолына оқуға береді. Бірақ зерделі бала молдадан оқығандардан гөрі осында мектепте оқып жүргендердің сауаттылығын аңғарып, қаладағы 3 класстық бастауыш мектепке өз еркімен ауысып алады. Оны бітіргеннен кейін 1879-1886 жылдары Қарқаралы қаласындағы қазақ балаларына арналған мектепте оқиды. Алихан Бөкейхан қазақ тарихындағы тұңғыш саяси ұйым Алаш партиясын ұйымдастыруға кіріседі. Артынша 1917 жылы желтоқсанында екінші жалпы қазақ съезі Алаш автономиясы жарияланып, Алихан Бөкейхан сол алғашқы Қазақ Республикасының тұңғыш төрағасы, президенті болып сайланады. 1919 жылы большевиктер үкіметінің бұрынғы алашордашыларға жасаған кешірімнен кейін Бөкейхан қалған өмірін ғылыми зерттеушілікке арнады. Бірақ ұлттық намыстан жұрдай, жалған интернационалист жадағай белсенділердің көрсетуімен ол 1926 жылы 2 рет тұтқындалып, түрме азабын тартты. Алихан Бөкейхан Мәскеуге жер аударылады. Зор беделінен қорыққан большевиктер үкіметі оны Қазақстанға жолатпады. Онда 10 жыл үй қамауында отырған Алиханды 1937 жылы тамызында қайыра тұтқындап, 1 айдан кейін жалған жаламен 71 жасында Мәскеуде ату жазасына кеседі. 1989 жылы мамырдың 14 күні КСРО жоғарғы сотының қаулысы бойынша әрекетінде қылмыс құрамы жоқ болғандықтан ақталады.